Эхокардиограмма тесті бұл жүректің ультрадыбыстық сканерлеуі ғана. Эхокардиография зерттеуі кезінде таратқыш ультрадыбыстық толқынды жібереді. Ал жүректен шағылысқан толқындар қайтадан қабылданып, сурет ретінде қайта құрастырылады және экранда эхокардиограмма түрінде көрсетіледі. Эхокардиограммада біз жүректің құрылымын талдаймыз және басқа да әдістерді, мысалы, доплерлік зерттеулерді қолдану арқылы жүректің қызметін зерттейміз. Сондықтан эхокардиографияда бізде трансторакальды эхокардиография және трансэзофагиалды эхокардиография бар. Бұлар әр түрлі әдістер. Ал енді екі эхокардиограммаға келсек, күнделікті тәжірибеде жиі қолданатын екі өлшемді эхокардиограмма бұл жүректің әр түрлі қуыстары мен құрылымдарын, олардың қозғалысын түсінуге мүмкіндік береді. Эхокардиографиялық зерттеуде бізде тағы бір әдіс бар. Ол режимді эхокардиограмма деп аталады. Бұл уақыт қозғалыс эхокардиограммасы. Бұл әдіс ультрадыбыстық талдаудың бір ғана сәулесін береді. Яғни, осы режимді эхокардиографияны қолдана отырып, біз жүректің өлшемі, белгілі бір құрылымның ені, ұзындығы мен тереңдігі сияқты әр түрлі көрсеткіштерді талдаймыз. Осылайша біз талдау жүргіземіз. Ал доплерлік зерттеулерде біз эритроциттердің қозғалысын талдаймыз. Осыған сүйене отырып, жүректің ішіндегі әр түрлі қысымдарды талдаймыз. Сондай-ақ екі эхокардиографияда түсті доплерлік зерттеу деп аталатын тағы бір әдіс бар. Түсті доплер арқылы, яғни қан жасушаларының түспен белгіленуі арқылы, біз әр түрлі қақпақшалардың қызметін талдаймыз. Белгілі бір қақпақшада тарылу бар ма, әлде сол қақпақшада ақау болып, қан ағып жатыр ма, соны анықтаймыз. Түсті кодтауға сүйене отырып, біз осыны талдаймыз. Сондай-ақ камералар арасында қандайда бір қалыптан тыс байланыстар бар ма, қан ағысының бағытына және басқа да көрсеткіштерге қарап анықтай аламыз. Осылайша, осындай кешенді зерттеулер жүргізу арқылы, яғни режимді эхокардиография мен екі өлшемді эхокардиографияны, сондай-ақ доплерлік зерттеулер мен түсті доплерлік зерттеулерді қолдану арқылы, біз жүректің құрылымында қызметінде өте егжей-тегжейлі талдай аламыз. Бұрынғы кезде біз жүректің ішіндегі қысымды анықтау үшін катетерлік зерттеу деп аталатын әдісті қолданатынбыз, яғни катетерлерді жүрекке енгізетінбіз. Бұл инвазивті процедура. Алайда қазір негізінен эхокардиография катетерлік зерттеулерге балама ретінде қолданылады. Егер аса қажет болмаса, біз катетерлік зерттеулерді жасамаймыз. Эхокардиография катетерлік зерттеулердің барлығын дерлік алмастырды. Бұл бізде бар өте жақсы құрал, әрі толық эхокардиографиялық зерттеуді жасауға небәрі 5-10 минут қана уақыт кетеді, және ол жүректің құрылымы мен қызметі туралы толық ақпарат береді.